Қалайсыздар, ең ұрсылар мен подписчиктар, сәмеме әрқыша матча достар, біз бүгінгі видеомызда Майнкрафттан 12-ші бөлімді жалғастыратын боламыз. Достар, сізге рахмет, алдыңғы видео бірнеше лайктар және достар, сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Яғни маған активностьны қайтадан келе жатқандарыңызға, күн сайын подписаться және де просмотр көп жинап жатқандарыңызға достар, сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Сіздерге үлкен рахмет достар. Біз бүгінгі видеомызда достар не істесем екен деп ойдамын достар. Алдыңғы видеоны көрген боларсыздар, яғни 12-ші бөлім достар, біз 12-ші бөлімде бірнеше алмаз тапқанбыз достар. Сол алмазда мен бүгінге андай не істесем екен деп ойладым. Яғни андай зачаровательный стол істейді, яғни андай бір заттарды улучшить ететін, яғни бір андай способностьтарды беретін достар. Алдыңғы видео мысалы кирканы мысалы мына наковальня кіріп андай кітаппен істесек, өре достар, андағы сол зачарованияды яғни лазуретпен сіздердің опыттарыңыз керек болады достар. Және де оны мен бәрін айтпай қойын түсінер достар, оның бәрін сіздер менен жақсы білетін боласыз және де менен түсінікті білетін боласыздар достар. Онда әңгімеміз көп ұзартпай қойық достар. Және де бізге бірнеше бамбук керек достар. Алдыңғы видеода бамбуктар алып келген достар. Менде бірнеше нем бар, яғни тез өсіретінің аты қалай еді, мука дейтін бет, достар, сондайлар бар. Және достар, біз бүгінгі видеомызда мындай нелеріміз керек болады, яғни мындай огненный блюметр біреңе дейтін және мындай заттарда керек болады достар. Оның бәрін қайдан алды десеңіздер, міне достар, алдарыңызда видео шығады. Мойым, мынаңарыңыздар, мына яқта кәм ифриттер толдыр, ана яқта достар, ана ифрит бет қылады, осының атын ана яқта андай башня көріп тұрған болар, сол башняда андай несі бар сияқты, өзі андай спаун дейді, яғни андай шығатын жерлері андай 4-5-те білетін болар, сол сөйрен сөйтіп шыға беретін. Енді достар, біз біз ифриттерді өлтіріп жатырмыз достар. Міне достар, тап осылай, яғни сіздер көрген боларсыздар, уже сол жаққа барып, яғни сондай не жаққа барған, яғни сондай бірінен андай башнялар тұрады, яғни аттағы өздердің андай үйлері ма, әйтеуір сондай бірдеңесі достар. Мен ондай жерлер өте қатты білмеймін достар. Енді біздің үйремізде енді мукамыз керек, андай яғни білетін боларсыздар, мука не үшін екен, яғни ана жерде яғни бамбуктарды тез өсіру үшін достар. Бамбуктарға пшеница қойса, мысалы тез өсетін достар, шынымды айтсам, қазіргіліктен просто өз басым достар, мен ондай бамбуктарды вообще өсіріп көрмеген жоқпын да, сол себепті білмеппін. Енді біз мукаларымыз салып келеміз, ол қайерде тұратын еді біздікінде. Мен 2 стак сияқты ме, бары сияқты да. Қазір. Или анның бәрі ұтпанып кетіп қалды ма? Бірақ кетпеу керек қой. Анда сонда мысалы мен 2 стак тұрған бәрін мукада, яғни мукалардың бәрін. Тілім келмей тұрым, мука. Сон. Заттар... Ё-моё, 2 стак бар, өте жақсы. Енді біз немізді, яғни бамбуктарымызды тез өсіретін боламыз. Мындай. Міне, мынанда, мынаны орнына. Бізге бір атып атыр ма? Қасқа күнге күліп. Күліп тұдым, күнге кеуіп, осымыз адам атып тұрғанда кеуіп. Міне, енді бәрін үст басып бәрін өсіріп шығамыз достар. Және де бізге мен жер астынан бәрін өсіріп жүрмін. Кешірім өтемін достар, егер сіздерге не істеп жатса, яғни уақыттарыңызда бостан алып жатса достар. Міне осылай бамбуктарымызды тез өсіріп шығып, және үстіп бірнешеулерін үстіп жинай береміз достар. Біз бұл Майнкрафтты алғары уже бітіріп қалу мүмкін достар. Кішкене осы Майнкрафтымызды, кішкене осы қысқы версиямызды бітіретін боламыз достар. Және мен бұл қысқы версиямды бітіріп достар, мен қысқы осы версиямды бітіріп, яғни ескілеу версия жасасам екен ойлаймын достар. Яғни ескілеу версияны не үшін деп ойласаңыздар, білемін достар, мына версияда өте жақсы аралары бар, методтары бар. Білемін достар, оның бәрі де жақсы достар. Просто маған достар, сіздер андай етіп білесіздер ме, білем, интернеттен қарауым керек ет, яғни не істеуіме сіздер маған андай типі ютубтардан қарағанда көбісі андай түсіріп атады, яғни подписчиктен келген андай не деп, карта деп солар істеген достар. Және мен бұйырса солда бір кішкене ескілеу версия жазып алатын боламын. Және достар, мен қасымда бір досым бар, солда маған сондай карталар істеп берем деп тұрған, яғни карталар істеп берем, яғни типі
саған үйсіп күн сайын осы күн сайын емес енді видеоларыңа үйсіп ойда карта яғни андай тесттерден өтетін сұрақтарға жауап беретін сондай нелер карта жасап берем деп айтқан достар. Кішкене сол себепті достар бұл Майнкрафтымызды бітірген соң уже достар мен ескі версияма қайтадан оралатын шығармын достар. Енді түсінетін болар достар, бір достар ол бір сіздерге де жақсы болар. Неге десеңіздер достар, сіздерге маған интернеттен егер тауып алып жатсам достар, егер де мен уже алғары именно сіздердің нелеріңізді өтетін боламын, яғни карталарыңызды достар. Егер де мен соны интернеттен тауып алып дұрыстап істей алсам, яғни интернеттен тауып сіздер ма карталарыңызды лақтырып және де мен сол нелерді өте бейлі сұрақтар жауап берсем достар, ол өте керемет шығар деген ойдамын достар. Енді керемет деп ойлаймын достар, менің өзімнің нем бойынша, ойым бойынша. Мен достар, міне бізге өзімізге керекті бамбугымызды жинадық. Енді осындай бірнеше осындай биттерді істейміз достар. Бізге бірақ бізге көп не керек қой. Яғни андай сиыр ема достар, бәрін болсам істемеппін ғой. Бәрін мынаның бәрін істейміз бе? Достар, бостан бос істемеппін мынаның бәрін. Кішкене достар, енді сіздер көрмей тұрғанда да бірнеше рет ойнағанмын. Осындай кішкене малдарын өсіріп бір тамақ болсын деп, кішкене тамақтарын өсіп қалмасын деп, яғни азайып қалмасын деп. Қайсын мынаны өлтіре берейік. Қанша не болып кетті? Осы үшет және де 25. 25 өте жақсы. Енді бізге не істеуімізге болады, яғни кітап істеуімізге осындай бірнеше не керек. Қалай айтсам екен, осындай мындай книжный полк істеуге өте көп не керек болады, яғни кітаптарымыз керек болады. Бізде уже қаншасы болды? Қанша 11 болды достар. Және де видеомызды көп ұзақ сөйлесе бермейік достар. Және бірден біз видеомызға ісімізге бастық, яғни өзіміздің ісімізді бастық. Және достар, мен мынаны нерен тиісем бәкен деген ойда болдым. Достар, енді нерен тиісе береміз. Және достар, кішкене сіздерден кешірім сұраймын. Егер менің бұл видеом ұзақ болып кетіп жатса достар, бұл видео кішкене 30 минуттық болып кетуі мүмкін достар. Неге десеңіздер, анау кішкене үлкендеу болады бір жағынан достар. Сол себепті кішкене видео 30 минуттан ба сондайдан болып кетуі мүмкін достар. Енді біз мынаның бәрін үлкейтеміз. Ана жоғарын бәрін тиісіп өтім оны байқамай. Енді мынаның бәрін достар, алдыңғы видеоларда осындай не істегенімізде, осындай подвалымыз істегенде, яғни қоймамыз істегенде. Мынаның бәрін істеп отыру. Надо шығып кететін сияқты. Және оны достар, сіздердің уақыттарыңызды алмай қойыңыздар. Енді кішкене мынаны кішкене ажақ қарай тесіп, өзімнің керекті жерімізге дейін тесіп алғанға дейін достар, құта күте тұрыңыздар. Міне достар, біз бәріне істеп болғанбыз достар. Міне біз мына жерге керекті нелеріміз қаздық, яғни өзіміз керекті блоктарды қазып, енді достар, енді мұнда немізді салуға көшеміз, яғни лаборатория деймі, типа лаборатория достар, күшті айтарлықтай мықты болмайды да, бірақ достар кішкене более-менее кішкене әдемілеу болады деген ойдамын достар. Енді барымша өз ойымша жеткізіп жатқаным, енді мен кішкене датока мындай творческий дейді, яғни басы өте жақсы, типа фантазиясы өте мықты адам емеспін, тек қана осы неден кішкене осы қыстағы выживаниямда кішкене хотя бы тек қана бір үй емес, осындай кішкене постройкалар болған қаладым да. Және достар, алғары достар, мене мына нем жетпей қалуы мүмкін ғой. Жетпей қалатын жақсы шынымен достар. Енді достар, жетпей қалса қазір онда мен қайтадан үйісіп кішкене паузада тұратын болады. Сосын яғни тез не алып келетін боламын. Ол сіздерге тек қана 1 секунд десе де болады, ал мен үшін кішкене айтарлықтай бірнеше уақытты алады достар. Сонда да мынаны салып тастайын до конца, яғни блоктарымыз біткенше мынаны бәрін бітіріп тастаймыз. Былай қисқа жүріппін, как всегда достар, білетін боларсыздар, мен почти любой постройканы солай не салып жатсам да, как всегда то бірдеңе жетпей қалады, то бірдеңе жетіп достар. Шын айтам, мен осы жол барған соң достар, от души толтырып алып келем, 100% тазы жететін емес, асып кететін де алып келем достар.
міне достар, біз ары қарай жалғастыра береміз достар. Біз яғни керекті өзімізге ресурстарымызды алып келді. Ресурс деген тек қана осындай блоктарымызды алып келді, яғни атқа барып достар. Және де достар, біз уже алға қарай мына сериямызды бітірсек па екен деген ойда жүрмін. Яғни осы сезонда бана айтқанымыздай достар, бұйырса осыны бітіретін болармыз. Және де осыны бітірген соң уже ескі версияны ойнап бастаймыз достар. Ескі версия дегенде әзірше әлі шешкен жоқпын. Енді бұйырса алға қарай көре жатармыз, соның бәрін шешіп. Мына жерге де қоямыз. Және де мына жақта 300, мына жаққа достар бір жағынан есік керек емес секілді деген ойдамын. Және де мына жаққа біз өзімізге осындай жерлерді қазір құттықтап тұрыңыздар. Мына жер болса бүйтіп қоямыз. Және де мына жақта төртеу болып кетеді, бірақ ештеңе етпес. Мына жақта үшеу. Енді және де мындай затымызды аламыз. Мына тип білетін бар достар, не екенін, яғни бүйтандай бірдеңе өсіреді ғой, әйтеуір андай аттағы білетін боларсыздар. Мындай көрсетемін тұр, құттықтап тұрыңыздар. Міне мындай өзінің бір дәні бар, әйтеуір мына дәннен білем, мынау не үшін керек екен, әйтеуір білмей, әйтеуір қызық үшін ала салдым, әдемілік үшін дейме, бірақ білем достар, әдемі емес пе екен, ол маған емес, оның бәрін сіздер шешесіздер, сол себепті бәрі сіздерге байланысты десе де болады достар. Енді мынаның бәрін ергеден қоямыз. Және де неққа біз тағы 9 жетпей алды, ештеңе етпес. Бұйырса ананың бәрі өскен соң, яғни мыналарда тоже өседі достар. Мынаның бәрі өскен соң қайтадан ана жерге қоятын боламыз. Және достар, мына жерге де қойып тастаймыз. Енді жоқ, бәлсе маған мына жер керек емес екен ғой, себебі мен мына жерді қазған себебі мен мына жерді бүйтіп қоямын деген екен. Бәсе ана жақта просто ана жақта 4 блок шықты да, ана жақтан ар жақтан 3 блок шықты да, ана жақтан 4 блок шықты. Сол себепті что-то не то кетеді, сол үшін айтқаным ғой. Міне болды. Енді достар, ар жағынан не істейді десеңдер достар, мен ар жағынан не істесем ба екен деп ойлап тұрмын. Яғни стол айтқанымызда достар, видеоның басынан айтқанда стол зачарования істейтін боламыз. Яғни мен мына жерге мына екі тесікті сол үшін қойдым. Яғни мына столымызды сол екі жерге қойып, және жан жағымызға кітапты қоятын боламыз достар. Кітап дегенде яғни книжный полка дейді, яғни кітап тұратын жерімізді. Енді достар, бізге мындай ифриттен түсетін бе, осыны бірген алдым. Енді достар, бізге андай не керек? Қалай айтсам екен, зеля істейтінің аты қалай еді, достар, аты емес, сонымен оны бәйші қалай істейтінен ұмытып қалып тұрмын ғой. Құттай күтсе, жетеді. Міне бізге нешеу керек? Төртеу керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне төртеуін алдық. Енді міне төртеуін алдық. Мынаны бүйтіп аламыз да, яғни нәрлерге қоямыз. Міне біреу, екеу, және де екеу. Міне достар, неміз бітті. Енді және достар, мен ана жерге просто факел қойғым келіп тұрған жоқ. Кішкене более қараңғылау жерді қалап тұрмын деймін да. Қазір құтта кетіп тұрмыздар, сіздерге бәрін көрсететін болам. Яғни бізге факел, бізде ағаш жоқ да. Мына жерде ағаш жоқ. Бізде мына жерде айтыр мындай ағаштарымыз бар. Енді мына бәрін палкаға айналдырып жібереміз. Енді мындай факел істесем макина өліп тұрған. Достар, біреу, екеу, сосын яғни тағы екеу тұрады, сосын тағы да төртеу тұрады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне 8 штук керек болады. Яғни достар, мен жалпы көп заттарды осындай істегенде, жалпы бәрін көбінесе мен ең бірінші нелерді істеп дайындап оламын. Яғни творческийді, яғни басқа өмірде творческийді бірінші істеп қараймын, сосын барып көп заттарды істеймін. Көбінесе сөйтемін өз басым достар. Немне қиығы жетпей алды. Жақсы жеңітпес. Енді достар, анаяққа сол зачарован семіз достар. Ең күшті заттың бірі десе өті 36 алмазымызды аламыз. Алдыңғы видеодан енді тауып алғанымызда біздің өзі күшті көрдің керкамыздан. Енді бізге не керек? Бізге кітап бітіп қалған жоқ па екен айтпақшы. Бізде айтпақшы кітап бітіп қалды ғой. Кітап бітіп қалсам да бамбуктан алайық. Бамбуктарымызды алайық та, және де кітаптарымызды істеп
яғни сол зачарованиеміз істейміз. Мына бәрін кен аңаш жүрсін аш бәрін бүлдіріп. Достар, және кешірім өтінемін, егер мен сіздерден яғни көңілсіз не істеп сөйлеп отқаным, достар, просто достар, мен кішкене енді мына видеоны осы жаңа ұйықтан тұрып, кішкене даусымда біртүрлі және де көңілсіз болып отыруы мүмкін, достар. Сол себепті егер көңілсіз сөйтіп отамыздар, сіздерден кешірім сұраймын. Ё-мое, мыналардан алмаздың броня бәрін істейтін боламыз, достар. Алға қарай бұйырса осының бәрін істейміз деген ойдамын. Енді мына кітап, кітап қалай істейтін өзімді қолым қазір. Онда бізге мына пшеница мынашны кітапта жоқ да. Достар, онда біз бүйте салайық, онда андай яғни достар, сіздер мына кітапта, яғни бізге достар, бізге мына точно біз мына кітабым жетпейді, достар. Егер сіздерге мына превьюді қарасаңыздар, достар, мен бұның бәрі сіздерге бәрі дайын сөйтіп дайын болып тұрады. Яғни достар, оның мен ешбірін торскиді алмаймын. Және достар, мен мына бәсе, ё-мое, канал лақтырмадым, достар, керек болды, өте керек, кәм керек жерде. Міне, екеуін седік, аңғарыңыз достар, қазір сол зачарование шығады. Давай. Опа, енді мияққа дейін барамыз. Енді мынаның астына бір пластой деппін, простой, білмем, бір булыжник бірден қоя саламыз да, және екі жағына сол зачарованиені қоямыз. Осындай өте жақсы деген ойдамыз, достар. Енді әдемілеу көрінетін шығар деген ойдамын. Енді достар, енді мынаның әр жақтарына менің нем жетпейтін шығар, яғни книжный полка тұратын жеріміз. Яғни достар, книжный полка не үшін керек дейін білетін боларсыздар. Енді әне көргендер ішіне мындай бір әріптер шама, әріптер ұшып, соған бір андай күш бере ма, яғни күш емес, яғни андай не береді, яғни сіздерге более жақсылау способностьтар беретіндер шығар. Мынаңыздар, мысалы, мына ішіне лазурит қоясыздар да, мына жерге екіншісіне лазурит несі тұр, яғни саласын деген сияқты примерно сонда қоясыңдар да, үстіне білем өзіңіз нені зачаровать етесіздер, соны қоятын боласыздар, достар. Мына жақсы достар, оны біз бүгін үйремізді аяқтан, достар. Сіздер бұның бәрін, яғни видеодан қарағанда, яғни превьюдан қарағанда, достар, бұның бәрі дайын тұру керек. Бұйырса осының бәрі дайын тұрады. Яғни сіздер превьюдан қарағанда, кітаптарымызды бәрі дайын тұру керек, достар. Бәрін бамбуктарды қасып, мына сиырларымызды кішкене өлтіріп, сосын барып, өзі заттардың бәрі дайын тұрады, достар. Достар, біз бүгін үйремізді аяқтаймыз. Біз бүгінгі видеомызда осындай не істеген, не, яғни лаборатория или зертхана дейді, яғни вообще ұқсамайды, достар. Енді примерно өзі ойымша не істеп өтім, примерно лаборатория, сіздер үшін лаборатория емес болар. Енді мен қатты немес, мандай ойланып күш істейтін адам емеспін. Сол себепті, достар, мен үшін лаборатория барады, мына зеле істейміз, алғары берілсе, білім істеп жатсы, және зачаралк істеп, дракон өтіліп сар, берілсе осы Майнкрафтта аяқтаймыз, достар. Мына біздің үйремізді, достар, қоштасатын боламыз, достар. Сен бірге болған мен, достар, әрқаша матчо, достар, бәріңіз қош сау болыңыздар, адиос.